Сәлем, құрметті оқырман. Бүгінгі эфирде қызыққа толы болайын деп тұр. Демалыс күндері қатысушылар үшін ерекше жаңалықтарға толы болды. Әр қатысушы өз өмірінде жаңа бастамалар жасап, болашаққа қадам басып жатқандай. Мысалы, Ғалымжан мен Аян жаңа кәсіп бастауды жоспарлап жүрген көрінеді. Олар қызғалдақ, тюльпан сатумен айналыспақшы. Бұл көктем мезгілі жақындаған сайын сұранысқа ие болатын кәсіптердің бірі. Қатысушылар тек қарым-қатынас құрып қана қоймай, жеке өмірлерінде дамытқысы келетіні қуантады. Ал Шолпан өз өміріндегі қызықты жаңалығымен бөлісті. Оның егізі бар екені белгілі болды. Сонымен қатар олар бірге киім дүкенін ашуды жоспарлап жатқан көрінеді. Бұл да үлкен жауапкершілік пен еңбек талап ететін іс. Көрермендер үшін де қызықты жаңалықтардың бірі болды. Айдана мен Аянның қарым-қатынасы да көрермендер арасында қызу талқыланып жатыр. Олардың арасы қалай өрбитіні әзірге белгісіз. Бірі олардың қайта жақындасуын күтсе, енді бірі әркім өз жолын таңдауы мүмкін деп ойлайды. Ал көрермендер арасында Аянның бұрынғы қарым-қатынасына байланысты түрлі пікірлер айтылуда. Кейбіреулер оның өткенді ұмытып, болашаққа қарай қадам басқанын айтса, енді біреулер сыйлық мәселесін сөз етуде. Дегенмен кез келген қатысушының жеке өміріне қатысты шешім оның өз таңдауы екенін ұмытпаған жөн. Әр адамның мінезі, талғамы әртүрлі болады. Сондай-ақ жобаға қатысты сын пікірлер де кездеседі. Кейбір көрермендер жобада сценарий бар деп ойлайды, ал басқалары қатысушылардың шынайылығын қолдайды. Қалай болғанда да, бұл жоба көпшіліктің назарында және талқылау тудыруда. Құрметті көрермендер, әр қатысушы өз тағдырын іздеп жүрген жандар. Сондықтан пікір білдіргенде бір-бірімізді сыйлап, мәдениетті түрде ой бөліскеніміз дұрыс. Ал сіздер қатысушылардың жаңа бастамалары мен қарым-қатынастары туралы не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар.